Сіз қазір диванда отырсыз ба? Бір жаман жаңалығым бар. Сіз жалғыз емессіз. Вообще бір қызық тема бар. Үйдегі шаңның ішінде тірі ағзалар бар. Олар шаң кенелері, яғни клештер. Оларды көзбен көру мүмкін емес, бірақ олар матрас, жастық, диванның ішінде өмір сүреді. Тағы бір шок факт, бір ғана матраста миллиондаған кенелер болуы мүмкін. Олар неден пайда болады? Адамның тері қалдықтарымен қоректенеді, жылы ылғалды жерді жақсы көреді. Және ең қызығы, олар таза үйде де болуы мүмкін. Яғни бұл пікір емес, бұл табиғи процесс. Ең маңыздысы сізде бар екенін қалай білуге болады? Таңертең мұрын бүтелуі мүмкін, түсініксіз аллергия пайда болады, көздің қышуы, жиі түшкіру. Көп адам оны жай суық тиді деп ойлауы мүмкін. Ал шын мәнінде үй ішіндегі ауа. Сол үшін қазір жай шаңды жинау аз. Маңыздысы оны қайта ауаға шығармау. Мысалы, сепарациялық су фильтрациясы бар жүйелерде шаң, аллергендер, кенелер бәрі су арқылы бөлініп ұсталып қалады. Сонда сен просто уборка жасамайсың, сен үйдегі ауаны шын мәнінде тазалайсың.